Ассалаумағалейкум достар, мен Біргемін ардым бірал кезді данысы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Леон, Тара және де Эльпримо қалай маскасыз көрінетінін айтып беретін боламын, ал ендеше кеттік. Яғни бірінші біз Леоннан бастасақ қалай. Леон яғни өзінің бетін капюшонның артына тығып алады, яғни оның аузы көрініп тұрады. Енді ол капюшонсыз былай көрінеді екен. Ол кәдімгі адам жай ғана бетін капюшонның артынан тығып алған. Ал енді келесі бізде ол Тара, яғни Тара бұл бетін тоже жаубаған маскамен. Ал енді былай жетсақ, ол маскасыз былай көрінеді. Яғни ол мынандай аңыз бар. Яғни Эльпримо, то есть Тара ол өзінің бетіне шрамы бар, жазылмайтын шрамы бар. Яғни ол шрамын былай айтқанда ешкімге көрсеткісі келмейді, сондықтан да ол бетін тығып жүреді. Ал енді келесі бізде ол Эльпримо, яғни Эльпримо маскасыз қалай көрінеді. Эльпримо маскасыз былай көрінеді екен. Яғни бұл мексиканец, мұрнында мұрты бар, яғни осылай көрінеді екен. Ал ендеше бұл видеоны лайк басып қолдап отырыңыздар. Бұл видео өте қысқа болды, бірақ та тағы да болашақта өте күшті видеолар көргілеріңіз келсе лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Достар, енді былайша айтқанда уже бір подписчик, яғни менде уже 13 подписчик, яғни алдында 12 болған, уже 13 подписчик. Яғни кім маған подписаться етті, соған рахмет. Ал енді подписаться етуді ұмытпайық. Сау саламатта болыңыздар.